Жамбыл облысының тұрғыны бірнеше жас жеткіншекті 6 ай бойы сарайда қамауда ұстаған. Күдіктінің өзі бұл әрекетке елдің болашағы үшін барғанын айтады. Күдікті болып көрінген азамат тексеру барысында осыдан бірнеше ай бұрын із-түзсіз жоғалып кеткен бірнеше жеткіншек табылды. Айғақтарға сүйенсек, күдікті оларды қамақта ұстап, даже соққыға жыққан фактілер тіркеліп отыр. Еліміздің болашағы үшін істедім бұны. Бұлай жастар деген қазір мүлдем оқымайды. Қарағандар анау Дики Даниэльмен қолтықшасын свадьбасы. Қайсар мен Тауасардың не арақ ішетіні. Дайвеншіктен біреуді тауып алса, болды. Оқы десең оқымайды. Оқымағасын ертең енді тапсыра алмайды. Енді тапсырмағасын жұмыста жоқ. Бұлар жұмыс істемесе, оқымаса, енді тапсыра алмаса, болашағымыз не болады ертең? Көршіге айттым, нең бар біреудің баласына сотталып кетесің дедім. Қоймайды о қырсық. Полицияға айтып қойсаң, ертең көршілердің чатынан шығарып жіберемін дегесін. Админ ғой бұл сол жақта. Үндей алмадым. Заман басқа, ешкімді қамап, сабап үйретпейді ғой баяғыдай. Вот мысалы Қазақстанда Educate KZ деген бар. Пожалуйста, онлайн үйретеді. Еще ЕНТ бойынша 5 кітабын доставкамен үйіңе жеткізіп береді. Сосын Қазақстандағы единственный прокторинг деген системаны енгізіп қойған бұлар. Анау ЕНТ тапсырған кездегідей, пробный тапсырған кезде камерамен полный контроль жасап отырады балаға анау шпаргалкасын анау пайдаланбасын деп ше. Енді проктор деп айтады екен, ондай адамды өйтіп ЕНТ-ға дайындалып барған бала деген жыртады ғой ертең ЕНТ-да деген. Вот, көрші, ана чатта админ қылып кетші, пожалуйста. Ұлткүл Бірыңғаева, Естібек Тестілеуұлы, ПТК арнасы.